Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, құрметті көрермен. Бүгін бізде қонақта Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің ректоры Сейітбек Қуанышбаев. Сейітбек мырза, қош келдіңіз. Саламатсыз. Былтырғы жылы Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасының рейтингісі шықты. Жалпы көңіліңізден шықты ма, сол мақтанарлықтай болды ма? Сұраққа рахмет. Бұл біріншіден біздің университет үшін үлкен жетістікке жетіп, соның барлықтарын мынау кәсіпкерлер палатасының критерий жаңағы жасаған зерттеулердің арқасында біз байқадық. Біз мынау ұлттық университеттен кейінгі өңірлік университеттердің қатарында алғы шепте орналастық. Бұны атап айтатын болсақ, бізде кейбір мамандықтарымыз бірінші орынды көрсетті. Олардың ішінде мынау физика және де ветеринарлық медицина мамандықтары біздің алғашқы бірінші орын. Соңғы 5 жылдың ішінде бұлардың барлықтары бірінші орындар көрсетіп жатыр. Және де біздің басқа мамандықтарымыздың барлықтары көрсеткіштерге көрсетіп, бізге көрсеткішіміз өте жақсы болды. Оның бірден бір себебі көрсеткіштерге әсер еткен ол жұмысқа, түлектерді жұмысқа орналастыру бағыты болып табылды. Бұл жерде бізге жұмысқа орналастыру университетіміз бойынша 89%-дан төмен болған жоқ. Кейбір мамандықтарда, әсіресе педагогикалық мамандықтарда 100%-ға дейін қамтылды. Енді Сейітбек мырза, қазір шетелдік университеттердің осы біздің Қазақстанда жоғарғы оқу орындарында өз филиалын ашу жоспарда бар, алдағы уақытта. Осы сіздерде қандай филиал ашылды? Қазіргі таңда жоғарғы оқу орындарында бұл өзекті мәселе. Себебі елімізде президенттің тапсырмасы бар. Осы жоғарғы оқу орындарында шетел жоғарғы оқу орындарының филиалдарын ашу бойынша біз енді бұл бағыт бойынша біз мына Кореядағы қазіргі Пусан қаласында Донгни университетімен келісімшарттар жасадық. Оның алғашқы кездесулеріміз біздің бірінші территориямызда қараша айында болды. Содан кейін барып желтоқсан айында бізде сол Пусан қаласында кездесу болып, екіжақты біз меморандумға қол қойып, қазіргі биылғы біздің 2024 жылы 2 ақпаннан бастап 2 студентіміз сол жаққа оқуға кетіп бара жатыр. Күздің күні тағы да 3 студентіміз кетеді. Олар үшін бүкіл жағдайлардың бәрі жасалынды. Содан кейін барып жаңағы Донгни университеті біздің әрбір 5 студентіміз сол жаққа барып, бұлардың негізгі мамандықтары машина жасау мамандығы, ал ол жақта да машина жасау мамандығы бойынша оқуды оқиды. Яғни қосдипломды бағдарламасы іске қосылды. Иә, қазір соған келейін деп отырмын. Бұл жердегі негізгі мәселе неге машина жасау? Себебі Донгни университеті өздеріңізге белгілі, мына Hyundai заводының негізгі сол жерге маман дайындайтын жоғарғы оқу орнының біреуі болып табылады. Біз сондықтан да сол балдарды сол жерге үйретіп, сонымен қоса біз болашақта магистратураға оқытуға сол жаққа, содан кейін барып біз ол жақтың ғалымдарын өзімізге алып келуге, келесі 24-25 оқу жылы біз қос дипломды білім беру бағдарламасын 2 жоғарғы оқу орны арасында араластыруды содан бастап жатырмыз. Ал филиалды ашу ол болашақтағы мәселе. Қазіргі таңда біз қос дипломды студенттермен біріміз алмастыру осы мәселені шешіп жатырмыз. Сонда ғана біздің жаңағы жоғарғы оқу орнында біздің университеттің студенттері жаңағы заводқа тікелей дайындап жатқан өз Корея мемлекетінің жаңағы университетінен біраз тәжірибе алмасу жағын қарастырып жатырмыз. Мінекей бұл енді біз өзіміз студенттерді қазір корей тілін, оларда жаңағы талаптардың біреуі ағылшын тілімен қоса корей тілін білуі қажет. Корей тілін үйретіп, қазіргі курстар жасадық. Ал Корея жаңағы Донгни университетінің өздері бізге ұсыныс жасап, біздің Қостанай өңірлік университетінде Ахмет Байтұрсынұлы атындағы корей тілін үйрету орталығын ашып, өздерінің филиалдарын ашып, өзілері қаржыландырып, жаңағы баратұғын студенттерге жағдайларын жасауға оларды көмектерін тигізіп жатыр. Енді қазір өзіңіз өте жақсы білесіз, соңғы 1-2 жылда жалпы ғалымдарға жақсы көңіл бөлініп келеді. Сіздердің осы басқарып отырған оқу ордасында қанша жас ғалым бар, ғалымдардың үлесін айта кетсеңіз? Өте жақсырақ, соңғы әсіресе мынау осы былтыр ғылымға деген бөлінген қаражат бөлінді. Ол дегеніміз мынау ғалымдарға, содан кейін жас ғалымдарға көптеген жағдай жасалып, ғылыммен айналысына мүмкіншілік туып жатыр. Кез келген адам ғылыммен айналысқан кезде, ол жай ғана ғылыммен айналысқан кезде одан кішкене бір материалдық отдача болса екен дейді, стимул болса екен дейді, сол бағытта бұлардың барлықтары өздерінің ізденіс жаңағы ойларын, пікірлерін грант түрінде жазып, бізде былтыр біраз грант жеңіп алынды. Ол дегеніміз жаңағы қазіргі таңда ненің өзінде
3 жылға жеңіп алған гранттың көлемі шамамен 1 миллиардқа жоқ болды. Ол біріншіден алғашқы рет университетімізде мына ПЦФ дейміз, программа целевого финансирования. Әлгі арнайы мақсаттық бағдарламалық жаңағы қаржыландыру. Сол бойынша 600 миллион теңгеге алғашқы рет жеңіп алынды. Содан кейін барып 2 ғалымымыз жеңіп алды. Жас ғалым бойынша бір қызметкеріміз шамамен 50 миллиондай жаңағы қаржы жеңіп алып, солардың барлықтары жұмыстарын бастап кетті. Бұл министрлік тарапынан жалпы еліміздегі саясат бойынша ғылымға бөлінген қаражаттардың көпшілігі ол ертеңгі күні өндіріске өз себебін тигізеді. Дұрыс айтасыз, ғалымға қаншалықты көңіл бөлінсе де, ғылымы соншалықты дамиды. Енді осы 2023 жылдың 1-ші желтоқсанынан бастап отбасы банк бағдарламасы арқылы жас ғалымдарға баспана беру мәселесі қаралды. Сіздердің осы университеттеріңізде қанша жас ғалым баспаналы болды? Қазіргі таңда құжат берген 10-ға жуық қызметкеріміз бар. Бір қызметкеріміз толығымен банктан өзінің жаңағы келісім шартын алып, осы өткен аптада жаңағы келіп сұрап, хабарландыру айтып, ақпарат беріп, ол ғылыми кеңестерді хабарландыру айтып, бір қызметкеріміз отбасы банктан именно осы бағдарлама бойынша баспаналы болып отыр. Қазіргі таңда. Енді оған қарап, қалған жас ғалымдар да өздерінің бүкіл құжаттарын дайындап, жаңа айтқандай, құжаттарын дайындап, сол жерге беруге ұмтылып, біз оларға тек қана өзіміз қолдау жасап, жіберіп жатырмыз. Жақсы. Енді Сейітбек мырза, алдағы уақытта қандай жоспар, мақсаттар бар, қандай іс-шаралар бар университетте өткізілетін, толығырақ айта кетсеңіз өзіңіз? Енді 24-ші жылы алдымызға қойған іс-шара көп. Ол білім беру бағдарламаларының көпшілігін қазіргі кездегі ағымға сәйкес оңтайландыру. Ол біріншіден мынау қазіргі кездегі мынау жасанды интеллект дейміз ғой. Жасанды интеллект. Содан кейін жалпы мынау IT технологиясы мамандықтары бойынша, ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша, содан кейін барып педагогтарды қазіргі кездегі талаптарға сәйкес. Мінекей қысқаша бір сөзбен айтқан кезде, бүкіл қазіргі кездегі заманның талабына сәйкес мамандар дайындауға барлық жағдай жасау. Ғылымға айналысуға бүкіл жағдайларын жасап, мүмкіншіліктерін беру. Содан кейін барып олардың барлықтарын ескере отырып, бүкіл материал техникалық базаны қазіргі кезде жаңарып жатқан неге заманауи технологиялармен қамтамасыз ету. Енді Сейітбек мырза, жатақхана мәселесіне келсек, қазір өзіңіз өте жақсы білесіз, студенттердің жыры болды. Жатақхана тапшылығы байқала ма сіздерде? Жеткілікті ме, орын тапшылығы жоқ па? Жатақхана былай айтқан кезде бізде қазіргі таңда 3 жатақханамыз бар. Үшеуі де толығымен жұмыс істеп жатыр. Үшеуінде 1020 студент тұрып жатыр. Сонымен қоса соның сыртында бізде былтыр бір жатақхана, бір кәсіпкер орналасқан болатын. Сол жерде біздің 150 студентіміз тұрып жатыр. Биылғы таңда сол өз 3 жатақханамыз жұмыс істеп тұрдағаны, соның сыртында жаңа бір жатақханада біздің 150 баламыз тұрып жатыр. Содан кейін барып қазіргі таңда осы көктемде ГЧП бағдарламасы бойынша бір кәсіпкер 320 орынға бір жатақхананы өткізейін деп отыр. Онда толығымен біздің студенттер тұрады. Содан кейін біздің участоктен қазір бір жатақханаға участок бөлінді. Ол участокке де тоже мынау шетелден келген бір кәсіпкерлер бір жатақхана соғып береміз деп жоспарын құрып жатыр. Сондықтан біз жатақханадан тапшылық көріп отқан жоқпыз. Ал Сейітбек мырза, арнайы уақыт бөліп бізге сұхбат берген үшін көптен көп рахмет айтамыз. Еңбектеріңіз жемісті, жұмыстарыңыз табысты болсын. Рахмет.